Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін тағы да мен сіздерге сұрақ жауап деген айдарда бір кісінің әңгімесінен басталғым келіп отыр. Бұл кісі Гүлшат ханым Есенгабулова деген кісі жазған екен. Туф депті. Батты айтқаннан бастап тыңдағым келмей кетті дейді да. Баттарды айтқаннан бастап дейді. Енді мынандай жағдайға келейік. Біздің елде профилактикалық медицина деген жоқ, оны өздеріңіз білесіздер. Егер де профилактикалық медицина болатын болса, адам ауырып қалмас үшін не істеу керек деген бізде сондай бір раздел болуы керек еді. Бірақ біз мединститутты бітірдік, мединститутты оқып жүрген кездің өзінде де нутрициология деген тақырып, профилактикалық медицина деген тақырып болған емес бізде. Сол үшін қазіргі біздің күнделікті өмірімізге оказывается керегі осы профилактикалық медицина екен. Бұл енді дамыған шығыс елдерінде осындай нәрсе бар, бізде ол жоқ. Сол үшін бізде қазір не істейміз? Біз қазір ауырамыз, ауырғаннан кейін острый процесс болады, острый состояние болады. Сол состояниені больницаға барасыз, поликлиникаға барасыз, емдейсіздер. Олар сізге жаңағы синтетический аптечный препаратты береді, дағы острый процессті бетін штукатурить етіп қояды. Оны өткенде лекция бір неде выступать етіп, сол кезде де осы сөзді айттым. Сосын жаңағы острый процессіңіз хронический состояниеға кетеді. Ал ол жазылып кетті деген сөз емес қой. Острый процесстің хронический состояниеға кеткен деген сөз, ол жаңағы қанның құрамында жаңағы заттарыңыз қалды, бактерияларыңыз қалды, ремиссияға кетті, иммунный системаңыз әлсіреді. Мысал үшін антибиотикпен емделдіңіз бір жұма, одан кейін жақсы болып кеттіңіз. Енді оның басқаша сторонасы шығады. Антибиотикпен емделген адамдардың иммунный системасы әлсірейді, қанда грибок көбейеді, естественный микрофлоралар азаяды. Содан кейін осындай жаңағы бір айдан кейін жаңағы адам қайтадан ауырады. Осы состояниенің бәрін сіздер өмірі білесіздер, өмір бойы кішкене жөтелсеңіздер де, кішкене чихать етсеңіздер де, антибиотикпен емделетін адамдар өте көп. Сондықтан бұл жағдайды сіздер білесіздер. Ал сонда бат деген не? Мысалы үшін мен қазір 70-ке келдім. Ол жасымды мен жасырмаймын ешкімнен. Мои года, мое богатство деп айтқандай, мен ол жасымды жасырмаймын, бірақ мен осы жасқа шейін дәрі ішкен адам емеспін. Енді анда-мында ішкен шығарым бір түйір, екі түйір, жаңа өте қатты бір керек кезде. Бірақ бұлай постоянно дәрі ішкен адам емеспін. Қанша жыл, 45 жыл дәрігер болып істеп жүр. Ол ненің әсері деп ойлайсыздар? Сіздер қазір ауырдым дейсіздер, ана жерім ауырады, мына жерім ауырды, осының бәрі ненің әсері деп ойлайсыздар? Осы ауырған состояниенің бәрі дефициттің әсері. Неден дефицит болады? Бізде минералдар жетіспейді, аминокислота жетіспейді, витаминдер жетіспейді. Сонда осылардың бәрін жетіспеушілігі бізде, бірақ қан осы жетіспеген нәрсенің бәрін тіннен алады, органдардан алады. Мысалы үшін шашыңыз ағарады, шаш түседі, тіс түседі, кариес болады, көздің несі азаяды деген сияқты. Мына мышцаларыңыз ауырады, сүйектеріңіз қақсайды. Соның бәрі жаңағы бізде дефицит болып жатқан нәрселердің бәрін қан алып алады да, қанға ол керек, бүкіл ағзаға соны таратып, сонымен пока адам ұстап тұрады. Ал сосын бір ауру басталды ма, сол ауру, любой бір ауру басталады, ауру басталғаннан кезде біздің уже жаңағы дефициттарымыз сөйлей бастайды. Бүкіл ағзаның дефициті сол кезде көріне бастайды. Сол үшін біз өмір бойы не істеуіміз керек? Өмір бойы біз синтетикалық аптеканың дәрісін ішпеуіміз керек. Мен осы неге барған кезде, Индияға барған кезде, Делиде болдым, қаншама күн, сонда көшеде келе жатып, бір аптека біздікі сияқты бұндай қатар-қатар тұрған, осындай бір синтетикалық дәрілерді сатып тұрған аптекаларды көрмедік. Ол қайда деп сұраймыз ғой. Мысалы үшін антибиотиктер сататын андай аптека өзімізге керек емес, просто для интереса сұраймыз. Сол кезде олар айтады, бізде ондай жоқ. Қалада бір-екі жерде бар, оны іздеп табу керек. Біздің адамдар ондаймен емделмейді дейді. Біздің адамдар синтетикамен емделмейді, жаңағы натуральный нәрселермен. Мен де аюрведамен заниматься етем, бекер емес менің Делиге барғаным. Сонда бізде жаңағы куркума дейсіз ба, имбир дейсіз ба, оларда Тибет медицинасы ең бірінші медицина ғой дүние жүзінде. Сонда бүкіл шөптен жасалған дәрілер аптекада толып тұрады. Пожалуйста, аласыз да ішесіз. Мен де қазір сол дәрілерді берем. Сонда ағзада керекті нәрсені біздер шөп нәрседен, органикалық нәрселерден, тамақпен, күнделікті ішетін тамағымыз бізге сол нәрселерден алуымыз керек екен. Бірақ біздің күнделікті ішкен тамағымыз тоже однобокий ғой. Жаңағы ет жейміз, хорошо, майын жейміз, хорошо, ол қорытылып кету керек, ол да жақсы. Бізге жаңа клетчатка керек дейміз, көкөніс керек дейміз, жеміс-жидек керек дейміз, соның бәрі бізге ағзада жетіспейді. Содан кейін барады да әртүрлі осындай ауруларға келеді. Сол үшін жаңағы
жаңағы ханымға, Гүлжанат деген ханымға, Гүлшат деген ханымға айтатыным, бат ішпеген адам до поры до времени біраз уақыт келгеннен кейін ауру басталады. Сол ауру басталған кезде сіздер айтасыздар, осы кісінің айтқаны сөз дұрыс екен ау деп айтасыздар. Потому что мен қаншама жыл санаторийда қызмет істеп жүріп, бастық болып жүріп, мен сол кезде изучать еттім осыны. Бірақ санаторийда жүріп мен айта алмадым. Дәрі ішпеңіздер, бат ішіңіздер. Бірақ өзім іштім, өзімнің айналамдағы адамдарға бердім, туыстарыма бердім, бәріміз ішеміз осындай жағдайды. Сонда бізге көп нәрседе осылар жетіспейді, бат жетіспейді. Сол үшін мен жаңағы магний водородты айтып жатырмын, магний водородтың жанындағы басқа продукцияларды айтып жатырмын, аюрведаның куркума, имбир дегендерді айтып жатырмын. Көп ол нәрселер, егерде адам жақсы танысатын болса, ол өте көп нәрсе, соларды айтып жатырмын. Бат ішпесеңіздер аурулы боласыздар. Мына жапон ғалымдарының айтатындар ғой, егер сіздер бат ішпесеңіздер, біздің елде жұмыс істей алмайсыздар дейді. Оларға барып жұмыс істейтін болсаңыздар, анкета толтырасыздар. Егер серьезный жұмысқа кірсеңіздер, анкета толтырасыздар. Егер анкетаның бір абзацында бат ішесіз бе деген сұрақ тұрады, егер соған ішпеймін десеңіз, онда до свидания дейді. Бізге ауырып қалатын адам керек емес, бат ішпеген адам дейді. Сол үшін біз күнделікті ішетін тамағымызды байқауымыз керек. Ол тамақта не бар, не жоқ. Сол жоқ, мынау бүгін мен капуста жемедім ау, бүгін мен огурцы, помидор жемедім ау, сәбіз жемедім, қызылша жемедім, зелень жемедім, укроп, петрушка, рукола, листья салата жемедім, инжир жемедім. Сондай нәрселердің бәрін байқап отырсаңыз, соның бәрі бізге керекті нәрсе, бірақ соны сіз жемедіңіз. Ал сол үшін соны толтыру керек. Толтыру үшін бат ішу керек. Сол үшін айналайындар, бат ішкен адам жаман болмайды. Жаман болса мен жаман болар едім. Мен соны дәрігер болған орнымда с достоинством айтып отырмын осының бәрін. Сол үшін батқа прямо қарау керек. Әр нәрсенің өзінің орнымен айту керек. Ауырып қалдыңыз ба? Дәрі емес, баттармен. Енді ауырып қалған кезде баттармен емделу өте қиын, оның дозасын көбейтуіміз керек, оны қарауымыз керек. Сол үшін жаңа ауырып қалмай тұрып ішу керек, ауырып қалғаннан кейін де ішу керек, бірақ оның жолын білу керек, қалай қанша ішу керек, соның бәрі мен айтып отырған осы видеолардың көбінде жазылып жатыр. Мен көбінесе қазір тиктокта отырмын. Тиктокта Қайша Балтабаева деп латынша жазсаңыздар тикток шығады. Сол жерде өте көп айтып отырмын. Сол жерге кіріңіздер, көріңіздер, лайктарыңызды тастаңыздар, комментарий жазыңыздар. Сөйтіп жақсы жағдайға жете берейік, жақсы болуларыңызға тілектеспін.